Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ мамықтай болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды, тұз және ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын салып, тағы да араластырамыз. Содан соң жылы сүтімізді құйып, үстіне ашытқымызды салып араластырамыз. Дайын болған массамызға електен өткізіп ұн саламыз. Бастапқыда мен венчикпен араластырамын, содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге алып қоямыз. Мінеки қараңыздаршы, қамырымыз екі есе жұмсақ болып көтерілді. Енді қамырымызды жайып, дөңгелек етіп кесіп аламыз. Мен кәдімгі стаканмен кесіп алдым. Енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, пісіріп аламыз. Мінеки достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай керемет жұмсақ мамықтай болып шықты. Өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, комментарийге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.